Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен KZT арнасы достар, бүгінгі видеода біз қорқынышты болған жайттарды айтамыз. Бізде көп болған, бірақ біз сіздерге осы видеода айтамыз. Және ана түрге лайк басып кетіңдер. Бұл TikTok'та салған себебім, TikTok'та көп адам қарайды. YouTube'қа да салуым мүмкін, сондықтан YouTube'тан қарауыңызға болады. Дәл осы видеоны толығын салам. Ал достар, ендеше кеттік. Бірінші, біз площадкада ойнап жүргенде мектептің қасында 2 этаждық заброшка болады. Сол жаққа бардық. Мына мен қасымда тұрған Мержан інім, мен қасында Алихан деген досымыз болған. Сол екеуі бір кісі қошым қолын шығарып, бұл қолмен тұрған көрген. Біз ондан сенбей қорқып қаштық. Заброшка қапталына қарап тұрдық. Артымыздан қошым келатқанда, біз артымызға қарағанда қашып кеткен. Сөйтіп айтты. Біз қорқтық. Бір кезде екінші этажына қарап тұрсақ, бір екі көзді бір жылтыраған біреу қарап тұрды да, қашып барадық. Қашып баратқанда біз екінші этажында біреу отқан көріп қалдық. Келесі күні барсақ, менің қасымда ол кезде Алихан олар болған жоқ. Қасымда Мержан ініммен және Жанболат деген досыммен, мен және Нұрасыл деген досым болған болатын. Және Диас деген досым. Осылай бесеуміз бардық. Бір кезде Жанболат деген досым ішіне кірейін деп, енді мынандай забордың асты болған. Забордың астынан кірейін деп жатқан жерінен есік жақта біреу басын шығарып қарап тұрды деді. Ал Нұрасыл болса біреудің денесін көрдім дейді, яғни кет баратқан денесін. Ал мен кіріп баратқанда біз кім бар, келіңдер, шығын бері дегенде ішінен бірдеңе тарсылдап дыбысты естіп қалдық. Қашып баратырып аяғымды тасқа ұрып алып, ақсаңдап, зор дегенде қаштық. Осылай біздің история бітті. Және екінші час жалғастырамын демеймін. Яғни бұның барлығы бір видеода болады. Тағы да келесі ол жақын маңайда. Жақын күні болған, яғни алдында. Біз қалбыр жинау үшін мен қалбыр жинап ақша табамын. Сол үшін Амалбек деген досым екеуміз тыныш башы. Екеуміз барған болатынбыз. Башы. Достар, артта дауыстарыма бермеңіз. Біз оған барған болатынбыз. Айдалаға кетіп қалдық. Айдаладан біз бір жерде демалып алдық. Аяғымыз ауырып кетті. Біз бір шұңқырды білетін боламыз. Сол жерде кішкене аяғымызды салбыратып, арқайын отырайықшы дедік. Бара тұрғанда біз бірдеңе көріп қалдық. Соған жақындап барып көрейікші дегенде бір псих атып шыға келді. Ол бізге забордың ішінен бізге қарата келатты. Біз одан қаштық. Ол тоқтады да ұзақ уақыт бойы бізге қарады. Бір кезде еш жерден яғни біз оны еш жерден көрмегенбіз. Бір семіз адам шыға келді. Яғни ол жын шайтан болып шықты. Өйткені ол қашып баратқан кезде бізге бергелдеп және тез жүгіре бастады. Және ол бізді қуалады да бергелдеп біріншісін айтты, екіншісін айтты. Содан кейін бірінші бергелдемей тұрып, ол пышақ шығарып бізді қуалады. Осылай менің ларатам, мына менің ларатам тесігінен қарап жоқ болып кетті. Бір кезде Амалбек досым шақырады. Айттым. Анау қайда кетіп қалды деді. Мен білмеймін деді. Мен ларатам тесігімнен қарап кетті деді. Ол екеуміз жан жаққа қарадық. Ол көрінбеді. Содан кейін біз жын шайтан екенін білдік. Қорқа бастадық. Тіпті денеміз дірілдеп кетті. Бұл историяның барлығы ешқандай өтірік емес. Бізді басымыздан өткен оқиға. Если артта дауыстарға неге шулап жатыр десе, ана заброшка бардық қой, сол кезінде ана тас жақтарда болды ғой, дейсің ба? Тас жақтарда, сол жақта біреу отырды ғой, ұнатып өтті. Қомаш.
Олар общем наркоман болады, біздің артымыздан и псих болады. И және жын шайтан. И осылай денеміз дірілдеп, Амалбек екеуміз осылай жүрдік. Ана заброшканы қазір адамдар өзбектер ма білмеймін, олар бұзып тастады. Өйткені ол жаққа көп адам барып, тіпті құс өлтіріп лақтырып кеткен. Оны азғантай бір-екі күннің ішінде қарадық, жоқ болып кетті. Яғни ол жерге қойған заттардың барлығы жоғала береді. Если артта дауыстарға мән бермей ақ қойыңыздар. Ол кішкентай інім Free Fire ойнап жатыр. Достар, осылай видео аяқталды. Сіздермен болған мен Play KZ арнасы және мен қасымда Miko KZ. Амандаспатта жүр ғой. Похуй. Достар, сіздерде қандай қорқынышты жайттар болды, соны комментарийға өз ойларыңызды емес, өз ойларыңызды айтып. В общем, қандай қорқынышты жайттар болды. Келесі видео қандай болсын, комментке жазып кетіңіз. Қызықты видеолар бұйырса салам. Менде салам достар. Miko KZ арнасында болған. Енді ашам. Фуфуға салам. Бұл тек Фуфу, Майнкрафт сондай ойындар ойнай береді. Ал ендеше достар, қош сау болыңыздар, ауырмай жүріңіздер.